тозақтағы орнын көріп жынданған еврей ғалымы. Бірде еврейдің әйгілі ғұламалары мәшһүр әулие Әбдул Қадыр Ғилани хазіретке келіп, исламды төмендетпек болады. Олардың ең мықты ғұламасы пайғамбарымызға тіл тигізіп, мұғжизаны жоққа шығарады. Сол кезде Әбдул Қадыр хазірет еврей ғұламасына оң жеңін көтеріп, басыңды сұғып қарап көрші дейді. Еврей қарайды. Сәлден соң ол басын шығарады. Оған не көрдің делінеді. Ғұламаның жүзі қатты өзгерген. Ол таңғалулы күйде, мен сіздің жәннаттағы өте биік дәрежеңізді көрдім дейді. Сосын әулие оған, сол жеңіме қарап көр дейді. Ол қарайды. Бірақ басын шығарған соң, ол қатты қорқып кетеді. Шахада айтып мұсылман болады. Ол, тозақтағы орнымды көрдім дейді. Ол дірілдеп, есі шығады. Тек Абдул Қадыр дей береді. Ол өзінің бұрынғы халде өлсе, тозақтық болатынын көріп, есі шыққан еді. Ол ақылынан кетеді. Ол көп ұзамай өледі. Ал қабірда да ол әңкір мүңкірдің әр сұрағына Абдул Қадыр деп жауап береді. Сол кезде қабырға Абдул Қадыр Ғилани әулие келеді. Ол әңкір мүңкірге, сендер не сұрасаңдар да, ол қияметке дейін Абдул Қадыр деп жауап берер дейді. Және бұл еврей мүрит үшін әңкір мүңкірдің сұрағына ол өзі жауап береді. Шын әулиенің бір шарапаты осы. Демек, кім осындай әулиеге бая берсе, ол өлгенде осы әулие пірі оның қабіріне келіп, оған көмектеседі. Әңкір мүңкірдің сұрағына жауап береді. Піріңіз нағыз әулие болса ғана Алладан осындай нығмет нәсіп болады. Әңкір мүңкір періштелер әулиені көргенде жуасып, жол сіздікі дейді. Әулиенің дәрежесі өте жоғары.